Шымдағы шырғалаң. Сириядан оралған бір топ келіншек отандастарына үндеу жолдады. Сұм соғыстың ортасынан қашып шыққан олар енді өзге бауырларының жазықсыз жапа шеккенін қаламай отыр. Бірі жолдасынан, енді бірі бауыр еті баласынан айырылған нәзік жандар әлдегімнің арбауына түсіп қалмауларыңызды ескертеді. Бернебек Біләлбектің репортажында толығырақ. Бұл жерде соғыс болған жоқ, бұл жерде массовое уничтожение. Мына бейнекадрдағы көрініс кім-кімнің де болса да төбе шашын тік тұрғызатыны анық. Әуеден атқылаған снарядтар мыңдаған адамның өмірін жалмап жатыр. Видеодан ересектер түгілі балалардың көшеде қалған мәйітін көруге болады. Солардың арасында отандастарымыз да бар екен. Ұлдарым кетті, бірінен кейін бір 3 жылым кетті. Арыстық Нұржамал апай осы күні қуаныштан жыларын не күлерін білмей жүр. Өйткені 2012 жылы жоғалтып алған қызы мен немерелері биыл ғана табылды. Сөйтсе бауыр еті баласы күйеу баланың соңынан еріп Шам елінен бір-ақ шығыпты. 7 жыл Сирияда қан төгісінің ортасында болған. Енді айтып отқан сөздерін тыңдасаң, кәдімгі жайрап жатқан адамдардың үстімен де жүрген, көріп, кішкентай балдарға дейін көрген, топырақ та жеген, шөп те жеген, ішетін суда таппаған, жаман суда ішкен. Сириядан оралған Ақжарқын осы күні Арыста анасының жанында жүр. Журда жусан арнайы операция барысында елге оралыпты. Туған жердің топырағына аяғы тигенде шын бақыттың Шамда емес Қазақстанда екенін түсініпті. Қуаныштан жылап талдым дейді. Ал жолдасынан әлі күнге хабар жоқ. Таңым бар да отырып, қалай аман шыққанмын сол жерден. Сол қызды аман есен келген кейін аялап, қарап, аналық махаббатым менен сонда қайтадан өзіме қарадым. Қайтадан баяғы күйге түсіруім керек. Көп еңбек етуім керек. Сарыағашық Тұрсынайда жуырда ғана бейімдеу орталығынан үйіне оралды. 6 жыл туыстарымен көріспепті. Осы жыл аралығында балалары сабақтан қол үзіп, қатарластарынан қалып қойған. Енді 1-ші сыныптан бастап қайта оқуға тура келеді. Адам қызығатын жер емес. Ешкімге де барған қаламаймын адамдарын. Ол жерге барыңдар деп кеңесті айтпаймын. Барам дегендер ол райлармен қайтыңдар деп айтам. Ол жерге бару. Ешқандай шариғатта жоқ ол жерде. Осы күні Шам елінен оралған бір топ қазақстандық арнайы бейімдеу орталығында жатыр. Олармен психологтар және теологтар жұмыс істеуде. Ересек балдарда қорқыныш бар. Тәулік бойы біздің мамандар осы жайттарды ескере отырып, осы жасөспірім балдарды қорқыныштан сейілтуге мамандарымыз жұмыс жасады. Мамандар орталықта тұрып жатқан отандастарымызды бейімдеу ұзаққа созылатынын айтады. Ең басты қателіктерін түсінді, енді қалыпты өмірге қайта оралуға барымыз саламыз дейді. Бернебек Біләлбек, Батыр Оразбек, басты жаңалықтар Шымкент қаласынан.